Барлықтарыңызға сәлем, әртүрлі жаңалықтар каналына қош келдіңіздер. Менің атым Алма және бүгін мен сіздерге әжімге қарсы 100% жұмыс істейтін бүкіл әлем бойынша ең танымал маскаларды көрсетемін. Оның басты компоненті ол мындай картоп крахмалы. Мен бұндай масканы екі түрлі теріге жасап көрсетемін, яғни майлы теріге және де құрғақ теріге. Екеуі екі түрлі жасалады, бірақ басты рөлде біздің картоп крахмалы болады. Ал ең бірінші мен сіздерге әжім тез түсетін құрғақ теріге қандай маска жасау керек екенін көрсетемін. Бастайық. Құрғақ теріге маска жасау үшін ең бірінші мен мынандай персиковое масло, шабдалы майын қолданамын. Бір кішкентай қасықпен шабдалы майын алдым. 2 қасық қою айран саламын. Және де 1 ас қасық картоп крахмалын аламын. Және жақсылап араластырамын. Бұндай масканы жаққан соң бетіңізге ешқандай қимылдамай, беттің бұлшық еттерін көп қимылдатпай, жай ғана демалу керек. Осылайша масканы 20 минут ұстау керек бетте. Масканы бетке жақпай тұрып, бетті жақсылап тұрып тазалап аласыз. Бұл маска өте танымал маска және өте оңай маска. Міне достар, бізде дайын болды. Жасап бола салысымен дереу бетке жағып қою керек. Бұл маска бетті ағартады және де әжімдерді тез кетіреді, шынымен де. Бұл құрғақ теріге арналған маска. Ал енді мен сіздерге майлы теріге арналған масканы көрсетемін. Ал екінші масканы мен майлы теріге жасап көрсетемін. Ол үшін маған мынандай жұмыртқа керек. Осы жұмыртқаны жарып, мен сарысы мен ағын бөлек алып аламыз. Бізге ағы керек. Міне, жұмыртқаны ағын алдық. Енді осының үстіне біз 10 грамм крахмал саламыз. 10 грамм крахмал ол 1 қасықтай. Кішкене көбірек. Және де осының үстіне кішкене 5-6 тамшы лимонның согын құямыз. Және де жақсылап қасықпен араластырамыз. Бұндай маскалар, мысалы сіздің бетіңіз өте майлы болса, поралары ашық болса, осындай масканы жақсаңыз, сіздің бетіңізді әдемілетеді, порларды кішкене жабады. Және де ең басты эффектісі ол ботекс эффектісі осы екі масканың да, яғни әжімді кетіреді. Теріні упруги қылады, яғни шымырлы қылады, немесе серпімді қылады теріні, ағартады теріні, бір түрлі увлажнять етеді, осылай суландырады, увлажнениесі өте күшті. Біздің маска дайын болды, жақсылап араластырдым. Не бар 3-ақ ингредиент және де өте күшті эффектісі бар. Міне достар, біздің маскалар дайын болды. Мынау жұмыртқамен майлы теріге, ал мынау айранмен құрғақ теріге. Екеуін қандай теріңіз болса сондайсын жасап көріңіздер. Өте оңай және өте жақсы. Тағы да үшінші масканың түрі бар, ол да құрғақ теріге, ол да өте популярны, яғни танымал. Ол жай ғана банан және де крахмалды екеуін қосып араластырып бетке жаға салады. Ол үшін 1 банан керек және де 1 қасық крахмал керек. Бананды жақсылап тұрып вилкамен пюреге дейін мұжасыздар. Сосын соның үстіне 1 қасық крахмал салып жібересіздер.
содан солай араластырып 5 минутқа қойып, содан бетіңізге жақсаңыз, ол да өте керемет маска. Ал достар, сіздерге видеомның соңында лайк қоямыз, комментарий жазыңыздар қызық болса, және де келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Пока.